Қош келдіңіздер ақылды жылыжай және IoT YouTube каналына. Сіздермен бірге мен Амантұр Амангелдіұлы. Бүгінгі тақырып ақылды жылыжай мобильді қосымшасы. Менің диссертациялық жұмысымда ақылды жылыжай құру мәселесі қарастырылады, ал оны техникалық жағынан іске асыру осы мобильді қосымшамен жасалады. Ал ендеше кеттік. Мынау ұғымдар бар. Біздің мәселе ақылды басқаруға жатады. Үшінші түрлі басқару. Басқару нысаны ол ақылды жылыжай, оның ішінде өсімдік. Біз өсімдікті ақылды басқаруымыз керек. Ол үшін жасанды интеллект, анық емес логика тағы басқа теориялар қолданылады. Әрбір жағдай есепке алынады. Сол жағдайды идентификация жасап, нақты шешім қабылданады. Әрине оны іске асыруда мынандай әдістер пайдаланылады. Сараптамалық жүйе, сосын 3 тәртіп: жарық, суару, желдету тәртібі. Келесі технологиялар қолданылады. Өсімдік қандай жағдайда жақсы өседі, дамиды? Әрине оған жағдай жасалса, оның барлық қажетті ресурстарын қамтылса. Ол қандай ресурстар? Ол жарық, ауа, су, тамақ тағы басқа. Осының барлығы оптимум заңымен сипатталады. Және өсімдіктің өсу процесі 4 кезеңнен тұрады. Барлық тірі жан жүйелердің барлығы осы 4 кезеңнен тұрады дамуы. Ұйытқулар осы 3-еу. Біздің мақсатымыз осы жағдай, тиімді оптимум жағдайын қамтамасыз ету. Сонда ғана біз жақсы өнім аламыз. Әрине бірінші мәселе идентификация. Өсімдіктің жағдайын анықтау. Ол үшін егер онда деген ережелер қолданады, логикалық ережелер. Және идентификация жасалып болғаннан кейін, біз күйін білгеннен кейін, тиісті шешім қабылдаймыз. Ол жерде де егер онда деген логикалық ереже. Осы екі ереже шешуші ережені құрайды. Өткен жағдайда айтқанда, ақылды жүйелердің барлығы анық емес жағдайда есептеу керек. Ол есептеу схемасы мынандай: алдымен позификация жасалады, одан кейін білім қоры. Білім қорында логикалық ережелер бар. Сол тиісті ереже пайдаланылып, нақты бір шешім қабылданады. Ары қарай дефазификация. Төменде схемада берілген ол кері басқару схемасы. Кері басқару. Анық емес логикалық контроллер осы анық емес жағдайды ескеріп, тиісті шешімді қабылдайды. Жаңа аталған 3 технологиялық процесс ол жарық, желдету және суару. Осы 3 түрлі технологиялық процесс, 3 технологиялық параметр, 3 реттеуіш, сосын ақылды басқару жүйесінің схемасы. Келесі, ақылды логикалық контроллерде сол 3 технологиялық процесс бір жерден, бір орталықтан басқарылады. Барлық ереже бір білім қорында сақталады. Сондықтан барлығы біріктіріліп, бір логикалық контроллермен басқарылады. Автоматты басқаруда әрқайсысына жеке-жеке регулятор қажет болады да, олар 3 контурлы жүйе болып құрылады. 3 контурлық жүйенің орнына мына жерде барлығы бір контурға жиналады. Сондықтан мынау жеңіл, қарапайым іске асырылады. Әрине, ақылды жүйе құру үшін автоматты жүйеге нені қосуымыз керек? Өткен сабақтарымыз айтылған, әрине ол барлық қондырғыларды, барлық нысандардағы тұрған қондырғыларды біріктіруіміз керек. Сосын әрқайсысын Wi-Fi желісіне қосып, интернетке жалғауымыз керек. Сосын интернет арқылы біз телефон арқылы
мобильді қосымшаның виджеттерімен басқара аламыз. Тағы қолданылатын технология ол Arduino IDE ортасы. Себебі біздің жүйеде ESP32 микроконтроллер қолданылады. Ол Arduino тобына жатады. Оның барлығы Arduino IDE'де бағдарлама жасалады. Сондықтан Arduino IDE және оларды Arduino IDE бағдарламасын интернетке біріктіру үшін әрине Blink сервер керек. Blink сервердің жұмысы мынау төменде берілген. Бұл дайын кітапханалардың жүйесі. Қалаған қондырғыны датчикті қосып, микроконтроллермен байланыстырып, осы кітапханаларды пайдаланып, бағдарламалау жеңіл болады. Сондықтан біз Blink серверін бұл қорын қолданамыз. Ал енді мен жаңа айтылған, қарастырған жүйем қалай іске асырылады? Ол мынандай архитектура бойынша іске асырылады. Ол 3 деңгейден тұрады. Ең жоғарғы деңгейде қосымшалар деңгейі, жаңа мобильді қосымша мәліметтер мен қабылданады. Сосын екінші деңгейде мәліметтерді өңдеу, берілгендер деңгейі. Ол жерде ESP32-ның 2 микроконтроллері бар. Бірінші микроконтроллер қабылдағыш, сигнал қабылдап алады. Екінші микроконтроллер таратқыш, сол қабылданған сигналдың бәрін өңдеп, ішінде анық емес логикалық контроллер бар. Соның бәрін өңдеп, есептеп, қайтадан таратады ортаға. Сосын үшінші деңгей ол басқару нысан деңгейі. Ол жерде датчиктер орналасқан, әртүрлі жаңағы жарық, желдету және суару. Төменде екінші схемада атқарушы механизмдер көрсетілген. Әрине бұл мәліметтің барлығы осы 3 кітапта бар. Бірінші кітап ол мынау менің диссертациялық жұмысым. Мынау сол жағында көп кітап. Осы диссертациялық жұмыста барлығы сипатталған. Қалай жасалады, қандай модель қолданылады, қандай әдістер қолданылады, қандай алгоритмдер қолданылады, және қалай іске асырылады. Бұл қондырғыға патент және авторлық куәлік алынған. Сосын 2 кітап, мынау MATLAB Штолпан кітабы және Михайленконың управление системами точного земледелия деген кітабы. Қазір біз мобильді қосымшаның жұмысын тамашалаймыз. Система ақылды жылжай – это мобильное IoT-приложение, предназначенное для мониторинга и автоматического управления технологическими процессами мини-теплицы. Сначала мы должны подключиться к 2 устройствам. Это передатчик и приемник на базе микропроцессора ESP32. Здесь обои подключены. Далее с помощью вкладки «Бахлау» мы можем наблюдать значение этих процессов. Например, здесь температура и влажность воздуха, влажность почвы, а также освещенность. Далее с помощью вкладки «Басқару» мы можем управлять этими процессами. С помощью қолмен басқару, это ручное управление, мы можем включать первый исполнительный механизм, это прожектор. Второй исполнительный механизм, это вентилятор. И третий исполнительный механизм, это клапан полива. Далее с помощью кнопки автомата басқару мы можем автоматически
управлять этими процессами с помощью нечеткой логики. Мы переходим на вкладку Sugena, задаем нормы среды, это температура и влажность воздуха, влажность почвы, время полива, а также освещенность. Например, здесь в зависимости от текущей ситуации, если состояние среды находится в пределах нормы, то эта ситуация является допустимой и загорается зеленый цвет. А если состояние среды находится вне нормы, то ситуация является недопустимой и загорается красный цвет. Здесь в этом случае загорается красный. Поэтому ситуация недопустимая. В этом случае необходимо выбрать режим управления. Здесь, например, включен прожектор. Значит, состояние среды освещенности не в норме находится. Далее. Здесь показаны текущие явления и текущая дата. Далее, с помощью вкладки графики можно наблюдать за этими технологическими процессами в режиме реального времени. Это Live. Далее, мы можем выбрать часовой, дневной или месячный режим. Вот, выбрали дневной режим, вот, получили график по 3 технологическим процессам. И вот этот график можно снять скриншот этого графика и отправить по почте. Далее можно вот эту интегральную ситуацию за день мы можем сохранить на сервере с помощью команды export to CSV. И аналогичным образом для всех 3 процессов сохранить на сервере для дальнейшей статистической обработки данных и анализа этой ситуации. Это мобильное приложение Ахалды Жылыжай и прототип системы были получены патент и авторские свидетельства и были использованы в настоящей диссертационной работе. Спасибо за внимание.